Так, в общем, барлықтарыңа сәлем достар. Бүгін біз дейтін Майнкрафттан жаңа летсплей бастайтын боламыз. Достар, бүгін біз дейтін Майнкрафттан выживание бастайтын боламыз. Яғни выживать ететін боламыз Майнкрафтта дейтін. Ал енді кеттік достар. Так, достар, мен дейтін ағаш сындырайын бірінші. Осы ағаш сындырайын. Достар, жалпы мен дейтін видеом дейтін негіз YouTube каналымдағы видеолар негіз көбінесе қала салу, осындай постройкаларды салу дейтін видеолар. Ал менде бірде-бір выживание видео жоқ. Сол үшін достар, мен дейтін бүгін выживать ететін боламын. Достар, выживать ететін боламын. Выживать етіп кім дамитын боламын, Майнкрафт өтетін боламын. Так, деревянный инструменттер істеп тастадық па? Істеп тастадық достар. Так, насерді өлтірейін барып. Тамақ болады бұл. Бір-ақ рет етіп бердің бәне, сонда сен тауықтан беттер екенсің онда сен. Так, достар, андай не ғой, шөл дала, алнаяқ джунгли. Екеуінің ортасында тұрмын мен дейтін қазір. Ең аяқта сиырларды өтіріп тастайын. Арттан бір дыбыстар шығып жатса, ренжімеңіздер. Үй болған соң сондай дыбыстар шығады достар. Так, бірден тас қазып, каменный кирка істеп алайық өзімізге. Так, мен дейтін қандай не ойнаймын достар, Майнкрафттың қандай версиясын ойнаймын. Достар, мен дейтін Майнкрафттың 1.21, 220 и .4 деген версиясын ойнайтын боламын. Достар, ол дейтін ведрок версиясы, біле білсеңіздер, Java версиясында айыр ойнаймын негіз мен дейтін компьютерный версиясында. А так негіз ведроктан нормально ойнаймын. Так, мен дейтін не үшін аз печка істеп атым. Давайте көп печка істеп, көп тамақ пісірейік та достар. Керек емес маған аз печка. Так, ағаш қазайын. Бірінші тас қазып, тас не қойық. Так, достар, үңгірді тұрамыз өйлей. Жоқ, үңгірге тұруға желание жоқ, бля. Просто біз ағашты қалпымыз керек қой реально достар. Бірінші бөлімде просто так ағаш қазып, үй салып сөйтетін болам. Ал екінші бөлімде кейін жайлап Майнкрафт өте беретін болам. Анау айтқанда мықты Майнкрафт емес, бірден шахтаға барып, бірден драконды өлтіріп кететін. Ондай әбілс еместің достар, шыны керек. Так, жасалмады ма? Так, топор жасап, негіп шахтаға барып, үй салып деп, фермалар салып, кішкене андай дамытын боламыз. Достар, айыпал болды оналар. Так, достар, біз дейтін так, ағаштарды қасып салатын болам. Так, ет жеп алайын мен дейтін. Так, 9 ағаш. Так, угілін аяқта достар, угілді алайық. Керек болып қалар бізге дейтін.
Так біз дейтін гүлдерді қазып қазір жарық істеуге керек болып қалады бұлар. Так камендерді қазып жасалайын. Булыжниктер керек маған достар үй салуға. Үй салып бірінші бөлімде дейтін как обычный кішігірім үй салатын боламын. 4 бұрышты коробка салатын боламын. Анау айтқанда үлкен үй салмаймын. Зачем маған үлкен үй салып үйді дамытып керек емес маған. Үлкен үйді ол келесі бөлімдерде салатын боламын. Үйді үлкейту керек болған кезде салам да, сөйтіп үлкейтіп. А то қазір кішігірім үй салып қойсақ болды достар маған. Хотя бы декорациямен болса да үй салып қойса болды маған. Коробка болса да маған үй салып қою керек қой. Заебал. На печкада тамақтар бар ма? Жоқ достар, өзімде тамақ бар. Негізі мен дейтін 7 тамақ бар. Менде 7 стейк бар. Бірақ кровать жоқ, өкінішке орай. Так, верстак істейік. И ағаш табып етейік. Так, болса керек емес заттарын аяға салып қоя салайын. Керек кезде ала салам. Достар, ема достар, мен криперлер қуалап баратыр достар. Ема достар. Ема достар, жарып салғанын айтам да. Так, наяқта достар, не алмай қалды. Жоқ болып қалды зомбилар. Енді түнді осылай ұстайтын боламыз. Түнде енді опасный. Может быть, мүмкін достар не көреміз. Қой іздеп көреміз достар, қой іздеу керек. Так, қой іздеп тауып өлтіріп кровать істеп алып ұйықтап жатпайын ба? Наху маған мынаға. Ой, жоқ көтшіне бауыр, сен негіз нечайна кетіп қалдың бауырын аяқта. Ой, бұл бауырын ұят болып қалды ол бауырын. Бәлі бауырын. Сенің жерің емес еді ғой бауырын, бәлі бауырын. Ведьма не бұған не болған? Баяқта жүруге құқысы жоқ қойның. Не достар, өлмесен болды. Достар. Ема достар, өлмедім де, ема достар. Өлмедім, ебай достар, ема. Бет жасауға болады. Так, ема достар, күмбат қапты кішкен, ойбай. Ведьма достар, ведьмадан сақтану керек. Достар. Ведьма дейді. Опасный моп қой біз үшін дейтін. Төбеңде тұратын моп қой бұл.
Так. Саспаймыз достар. Главный саспаймыз достар. Мен саспаймын достар. Так, достар, ведьманы өлтіріп кетемін достар мен дейтін. Ема, уын шашып кетті ғой ведьма, ема достар. Достар, ведьма уын шашып кетті. Так, тамақ жеп жүрейік. Тамақ жеп жүрейік достар. Ведьма уын шашып кетті, жаман. Так, осындай синелер жиналайық. Так, бүгін үй соғып тастайын достар, бүгін бірінші бөлімде. Ары қарайғысын көреміз. Үй соғып тастайын бірінші бөлім дейтін. Так, достар. Ема достар, кровать істеп алдым достар өзіме. Достар, бұл өте керемет. Өзіме кровать істеп алдым. Нан өлтірейін достар. Тамақ болады бізге бұл. Мысықты өлтірмей қойын, ол шілей. Бұл көтеді ол. Мысықты өлтіру деген ол дұрыс емес. Лучше достар, мен ағаштарды іздеп, тауып, соларды қазып. Кім үй соқпайын ба достар? Так, достар, наяқта панда жүр. Ема достар, дауысын көйтіп қойын. Так, достар, мен дейтін Майнкрафт бұрыннан бері ойнаймын. Қазір кішкене ютуб түсіріп, кішкене андай не қылайын деп жатырмын достар. Майнкрафтқа қызыққаннан кейін сол Майнкрафт түсіріп, Майнкрафт ойнап кейін. Ұнайды маған өзіме ше Майнкрафт ойнап, Майнкрафт түсірген. Так, достар, негізі ағаш жетеді деген ойдамын. Үй салуға дейтін, шағын үй саламыз бүгін дейтін. Біз анау айтқанда үлкен үй салмаймыз, себебі үлкен үйдің ешқандай мағынасы жоқ. Бірінші бөлім дейтін салудың. Жай ғана кішігірім үй сала ол енді жарасады деген ойдамын бірінші бөлімге, себебі үлкен үй салу деген ол мен үшін андай анау айтқандай мағынасы жоқ достар. Сол үшін мен салмаймын бірінші бөлімде үйді. Салсам достар екінші бөлімде, болмаса үшінші бөлімде алсам үлкен үйін дейтін. Ал қазір мен дейтін тамақ жей алайын. Үй салымды дальше больше жалғастыра берейін. Так. Так, достар, біз дейтін елер қазып сақ. Булыжник керек бізге достар, үй соғу үшін. Мен выживать еткен жақсы көремін достар, себебі выживание дейтін ол деген кайф қой достар. Көбісі выживать етпейді, просто творческіден үй салады. Оның ешқандай мағынасы жоқ достар. Достар. Выживанияда үй салу қызықты моменттарды бастан ет көрген өте қызық деп ойлаймын. Мағынасы бар да кішкене достар. Так, достар, үйді қайға саламыз біз дейтін.
Үйді қаяққа саламыз? Так, давайте үйді достар қаяққа соғамыз? Так, үйді ана төбеге соғамыз ба или? Болмаса да төбеге соғамыз ба? Жоқ достар, төбе болмайды. Анау төбеге соғатын боламыз үйді. Өзіміздің спавн жасаған жерге соғатын боламыз. Сояққа жасадық ғой достар, спавн дейтін. Мен ойымша қателеспесем сондай сияқты достар. Жалпы спавнды сояқта жасаған болатынбыз. Достар, осы жақта жасағанбыз спавнында. Енді достар, төбесіне, ең төбесіне соққым келеді мен дейтін. Всегда сондаймын достар, мен ең төбесіне соққым келеді. Нормальный жарық болады төбе дегенге енді достар. Анау айтқанда төбе керек жоқ достар, бірақ нормальный төбе керек маған. Так достар, біз дейтін аяқ тегістеп шығайық достар. Емен сіздер жай ғана видеоны қарап отырыңыздар достар. Ал әнше мен кеттім достар. Так достар, біз дейтін өзіміздің үйімізді соқтық достар. Достар, негізі менің үйім дейтін анау айтқандай мықты үй емес, яғни коробка болып тұр. Достар, мойындау керек. Коробка үй соқтым, яғни достар, осындай коробка үй соқтым. Негізі бұл бірінші бөлімге жарайтын үй негізі достар. Достар, көп майнкрафткілер осындай коробка үй соғады басында. Кейін үлкен үй соғады дегенде. Так, сиырды өтіріп тастайын. Так достар, келесі бөлімде не істейміз? Келесі бөлімде, конечно достар,
шахтаға барамыз ғой, не істейміз, ё-моё. Егін егеміз келесі бөлімде, конечно. Үшінші бөлімде шахтаға бармаймын ма, достар? Верстак, сандық дегендер бәлелерді қойып тастау керек. Так. Үш сандық істерек. Наяқа, достар. Вот, достар, өзіміз заттарымызды наяққа қоятын боламыз. Вот осылай, достар. Осылай әдемі, достар. Неке өзіміздің заттарымызды сақ қойдық наяқа. Так, өзіміздің тамағымыз пісірейік наяқа. Неке, достар, осылай кішігірім үй соқтық, достар, бүгін біз дейтін. Так, менде так, достар, осымен видео аяқталды. Көріп атқандарыңызды біз дейтін монстрлармен қырылдық. Үй соқтық, достар. Ал енді келесі бөлімде, достар, осы яқа дейтін егетін боламыз. Ал енді сау болыңыздар, достар. Келесі кездескенше.